Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен қаймақсыз, сүтсіз, айрансыз дайындалатын өте оңай рулеттің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге керекті өнімдер: ұн, разрыхлитель, қант, жұмыртқа, қайнаған ыстық су, какао. Алдымен жұмыртқамызды миксерлеп, жақсылап миксерлейміз. Содан соң қантымызды аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Қантты аз-аздан қосамыз, барлығын бірдей қоспаймыз. Жақсылап барлығын ағартып көпіртіп алғаннан соң қайнаған суымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң құрғақ өнімдерімізді біріктіреміз. Какаоны, ұнды және разрыхлительді біріктіріп, араластырып аламыз. Осы ұнымызды жаңағы массаға қосып, миксердің баяу жылдамдығында жай араластырамыз. Ұнды да міндетті түрде аз-аздан бөліп қосамыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде осындай массада қамыр шығады. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды құйып, бір тегіс етіп жайып, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 160-180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскеннен соң астына сүлгімізді төсеп, міндетті түрде сосын пергамент қағазын алып, шетінен осылай ораймыз. Видеодағыдай істеңіздер. Сол кезде ыстықтай ораймыз. Ыстықтай оразаңыздар біздің рулетіміз сынып кетпейтін болады. Енді ол суығанша кремін дайындаймыз. Кремге сары май және сгущенка керек болады. Алдымен біздің сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май болуы тиіс. Сары майымызды жақсылап миксерлеп алғаннан соң сгущенкамызды аз-аздан қосып миксерлеп аламыз. Креміміз дайын. Коржымызды ашып, кремін жағып, жақсылап ораймыз. Кремді жағу барысында шетіне қатты шығарып жақпаймыз, өйткені ораған кезде ағып кетуі мүмкін. Сондықтан кремді аккуратно етіп жағып шығамыз. Шетіне қатты апармаңыздар. Дайын болған рулетімді мен екіге бөліп алдым, өйткені өте ұзын болды. Сондықтан екіге бөліп, қалған креммен бетіне осылай жағып, кокосовый стружкамен әсемдедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадты ертіп құйып, немесе жеміс жидектермен де әсемдесеңіздер болады. Енді ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Біздің рулетіміз өте жұмсақ, әрі күшті көтерілген ас болсын достар. Міндетті түрде жасап қараңыздар. Өте қарапайым рецепт, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Менен шығатын келесі керемет рецептерді жіберіп алмас үшін.